Израиль мемлекетінің қалыптасу жылдары араб елдерімен, оның ішінде Мысырмен соғысымен ерекшеленді. Араб-Израиль текетірестерінің маңызды кезеңі 1973 жылдың қазанында Мысыр әскерінің Синай түбегіне, ал Сирия әскерінің Голан биіктігіне басып кіруі болды. Израиль әскері 3 апталық шайқастан кейін араб әскерлерін тоқтатып шабуылға шығуға мүмкіндік алды. Әскери қимылдары 18 күннен кейін аяқталды. 1973 жылы Женева келісіміне қол қойылғаннан кейін, Израиль басып алған аймағының бір бөлігін босатты. 1973 жылы Ғарасат күні соғысы Израильге бір жылда шығарылатын өнімнің құнына түсті. Сонымен бірге Израиль тарапынан 10 мың адам жараланды және қайтыс болды. Бұл экономиканың дағдарысқа тірелуіне ықпал етті. Жаңжал көптеген халықтарға салдарын тигізді. ОПЕК-тің мүшесі болып табылатын араб елдері Батыс Еуропа елдеріне мұнай сатуды тоқтатып, нәтижесінде әлемдік нарықтағы мұнай бағасы 3 есеге өсті. Африканың 28 елі Израильмен елшілік қарым-қатынастарын үзді. Саяси жағдай Израильдің бейбіт келісім жолын іздеу қажеттігін туғызды. ақш-тың қатысуымен мұндай серіктес Мысыр президенті Садат болды. Израиль мен Египет арасындағы бейбіт келісімге Кемп Дэвидте 1978 жылы қыркүйек ақш, Бегин, Садат, Картер басшыларының кездесуінде қол жеткізілді. Кемп Дэвид келісіміне сәйкес, Израиль 1988 жылы сәуірде Синай түбегінен өз әскерлерін шығаруды аяқтады.